Әлемдік климат бүкіл тарих барысында кезең-кезеңімен өзгеріп отырды. Алайда, соңғы кездердегі ғаламдық атмосфера процестері үрей тудыруда. Климаттың өзгеруі біздің өмірімізге түбегейлі әсер етуі мүмкін. Бір қызығы, климаттық өзгерістің салдары әрдайым жағымсыз бола бермейді. Мәселен, солтүстік Еуропадағы қыстың жұмсақ болуы жыл сайын үсіктен қайтыс болатын адамдар санын 5%-дан 50%-ға дейін төмендете алады. Климаттың кішігірім жылынуы бүкіл Еуропа бойынша вегетациялық кезеңді ұзартып, мол өнім алуға мүмкіндік береді. Бұл сондай-ақ әдетте оңтүстікте өсетін жүгері мен өзге де дақылдарды өсіруге жағдай жасайды. Алайда ауа райының қатты суы осы жағымды құбылыстарға кері әсерін тигізуі мүмкін. Температура Цельсий бағаны бойынша 3 градусқа көтерілсе, жер құрғап, өнім азайып, агродақыл түбегейлі өзгерер еді. Бұл сонымен қатар ауыл шаруашылығын бүкіл әлем бойынша құрдымға жіберуі мүмкін. Солтүстік Еуропада маусымдық бактериялар қыстың қақаған аязынан бұдан былай жойылмас еді. Және тропикалық аймақтардан тыс жерлерге тарай алатын тері обыры мен безгек сияқты ауру түрлері әлем бойынша жиі орын алар еді. Ғаламдық температура жоғарылағанда поляр мұздықтары еріп, теңіз деңгейі көтеріледі. Сөйтіп, жағалау бойында халқы өте тығыз орналасқан Бангладеш, Үндістан, Қытай сияқты теңіз деңгейінен төмен жатқан елдерге қауіп төнеді. Және дүние жүзі бойынша маусымдық су тасқындары мен дауылдар жиілей түседі. Кейбір елдер осындай қауіп-қатерден сақтану үшін жаңа қауіпсіздік шараларын ойластыруда. Мұндай шараларға теңіз деңгейінің көтерілуінен қорғайтын жағалау бекіністері, су тасқыны болатыны туралы тұрғындарды алдын ала ескерту жүйелері, күшті әрі жиі соғатын дауылдарға төзімді ғимараттардың салынуы, және төтенше жағдайлардағы көшіру мен ұйымдасу процедуралары жатады.